Сіздің ойыңызша балалар қазір сұрақ қойса, маған осы музыка немесе қолөнер керек емес, мен келешекте айтишник болам, технологиямен жүрем деген ой болса, не айтуға болады, қандай аргумент? Енді ол былай ойлау керек қой. Ол музыканы үйренген, немесе қолөнермен үйренген, ол болашақта музыкант болады деген мәселе емес қой. Бала жан-жақты болу керек. Егер ол жан-жақты болатын болса, бала тез үйренеді, тез қалыптасады. Мен мынандай бір случайды, жағдайды айтқым келеді. Дарынды мектебінде мен өзім мұғалім болып жұмыс істедім, дарынды балалармен жұмыс істедім. Сол кезде менде мынандай жағдай болды. Балалар математикадан бір оқушы болды, қиналды есеп шығарған кез, өйткені ол математикадан тереңдетілген. Олар бірнеше есепті береді ол балаларға, олар үлгеру керек, ол есептерді жоғары деңгейде шығару керек, бірақ ол бала алып кете алмады. Содан ата-анасы келеді, қосымша мұғалім жаңағы тауып беріңіз, мен ақшасын төлеймін, есеп шығару керек деп. Содан мен мұғалімге барып едім, мұғалім айтты, бұл 5-ші класстың баласы, бұл қосымша қайда барады, қандай спортпен айналысады деген сұрақ қойды математика мұғалімі. Ата-ана ренжіді. Спорттың қатысы не? Мен математиканы айтып тұрмын деп, сол жерде ашуланды. Сосын балаңда қандай қозғалыс бар, қандай қимыл бар, соны айтшы деді. Сосын тұрып айтты, жоқ, мен таңертең кешке отырғызып қоямын, мен есепті шығар деп айтамын, бұл шығармайды деп жаңағы ашуланып, түсінбей. Сосын тұрды, енді мен басқаша сұрақ қойын, балаңыз домбыра тарта ма деді. Домбыраның қатысы не деп. Сосын айтты, мен балаңызды ала алмаймын, мен дайындай алмаймын, өйткені балада қозғалыс жоқ, қимыл. Баланы баскетболға беріңіз.